Ал амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Өте керемет жаңалықты естіп қалдым. Қазір 1 қаңтардан бастап 2023 жылы жастарға арналған жеңілдетілген несие берілейін деп жатыр. Жылдық мөлшерлеме бар болғаны 2,5 ғана пайыз. Ойлаңыздаршы, 2,5 пайыз деген пайыз емес қой. Және де бұл бизнеске арналған несие, яғни бизнес ашу үшін ғана беріледі сіздерге. Ал былай өзіңіздің бір нәрсе алу үшін, сотка алу үшін, айфон алу үшін ғана емес, тек қана бизнес үшін беріледі. Және де бұны сіз 1,5 жылдан кейін бастап қана төлей бастайсыз. Ай сайынғы төлемдерді. Өте керемет, достарыңызбен бөлісіңіздер, видеоны таратыңыздар. Қалдарыңыз қалай, достар? Каспи жұма басталды, бірақ өкінішке орай жақсы жаңалықтармен емес. Неге олай айтып отырмын? Себебі корзинаға алдын ала мен дайындап қойған болатын, алатын тауарларымды салып, ол тауардың бағасы сағат түнгі 12-лерге қарай күрт жоғарылап кетті. 399 теңге тұратын бір заттың алатын 450 мыңнан бірақ шықты бағасы. Яғни бұл қаншалықты тиімді Каспи? Мүмкін Каспидің кінәсі жоқ шығар, бұл жерде интернет-магазиндер шығар көтеріп жатқан. Оған да қандай да бір ультиматум қою керек сияқты магазиндерге, бағасын көтермесін деп. Яғни 0024-пен аласың, бірақ кредит алған сияқты үстіне 50-60 мың теңге қосып береді екенсің. Ал бұған не дейсіздер?